Қасқырдың итті жеңуі. Ертеде ит пен қасқыр кездесіп қалады. Екеуі бірін-бірі ала алмай шайқасады. Жалы күжірейіп, арқан жүні түкірейіп, мойындары терісіне сыймай буынып, көздері қанталап, езулері ырсиып, азулары ақсиып, жақтары керіліп, ұзақ айқасады. Бір кезде шаршады ма белгісіз, тек көздермен ғана арбасып, үнсіз тұрады. Бірі сәл қозғалса, не кірпігін қимылдатса, екіншісі кеңірдектен бас салуын ойлайды. Осылай сәтін күтіп тұрғанда, иттің артынан егесі келіп қалады. Ит оның иісін сезіп, қожайыным келіп қалды ма деп, артына жалт қарағаны сол еді. Аңдып тұрған қасқыр иттің шықшытына бас салады. Ит аяғын ғана тыпырлатып үлгереді. Демі сығылып, жан тапсырады. Осы кезде иттің егесі де келіп үлгереді. Ол жансыз итін көргенде, әттең, қасқырдың ту сыртынан келуім керек еді. Сонда қасқыр маған бұрылғанда, итім оны алатын еді. Бекер ақ келген екенмін, деп өкініпті. Осыдан бастап, қасқыр итті жеңетін болыпты.